Жаз жайлауын жия бастаған шақ. Көк шөптің иісі ауаға сіңіп, самал желмен тербеліп тұрған сәт еді. Шалғайдағы Ақжар ауылы бұл мезгілді ерекше қарсы алатын. Егінжай шеті қызарып піскен бидайға толы, ал ауыл іші жаздай қонақ күткеннен қажып, енді тынығуға көшкендей. Сол ауылдың төр жағындағы үлкен, ақ сарайдай үй, Қасым ақсақал мен оның бәйбішесі Бәтима ананың шаңырағы. Бұл шаңырақта осыдан 3 жыл бұрын үлкен ұлы Нұрлан үйленіп, алғаш рет келін түсірген. Айдана есімді келін келген күннен бастап, ененің үмітін ақтауға тырысты. Жолың ашық болсын, қарағым. Қыз баланың бақыты барған жерінен. Тәңірдің назары түсін саған деген Бәтима келініне ақшымылдықтың ар жағында бата бергені әлі есінде. Айдана қала қызы. Талғарда туып өскен. Ауылға келін болу оған алғашында жат көрінгенімен, Нұрланды шын сүйгені үшін бәріне көнді. Әуелгі кезде бәрі жақсы еді. Ауылдың салтына бағынды, тандырға нан жапты, сиыр саууды да үйренді. Енесі мен қайынсіңлілері көңілді. Әсіресе Бәтима анасы келініне ерекше мейірімді еді. Қала қыз емес, ауылдың қара домалағындай боп кетті деп елге мақтап отыратын. Бірақ бәрі өзгерді. 3 жылға аяқ басқанда Қасым ақсақалдың кенже ұлы Арман да үйленетін болды. Оның келіні Мөлдір, көрші ауылдың қызы. Жастау, еркеу. Келін түсірерден бір күн бұрын үй іші ерекше қарбаласта болды. Айдана бар шаруаны өзі көтеріп жүрді, түн жарымына дейін ет асу, дастархан жасау, төрді дайындау. Мөлдір келін болып түскен күн осы үйдің жаңа тарихының басы еді. Келін шымылдығы түрілген түні Бәтима ана барша ауыл аймақты шақырып, ақ бата беріп, оң алақанымен Мөлдірдің маңдайынан сипады. Бастапқыда бәрі жарасымды болатын. Мөлдірде, Айдана да бірін-бірі әпке сіңлідей сыйлайтын. Айдана үлкені ретінде бағыт-бағдар беріп, үйдің қай қайраткеріне қалай қызмет ету керектігін де түсіндірді. Ең бастысы, енеміздің көңілінен шығу. Ол кісінің жоқ деген сөзі болмайды. Бірақ үндемей қалғаны ренжігені, соны ұмытпа деді бір күні Айдана Мөлдірге шай үстінде. Жақсы, түсіндім. Рахмет, апке. Сіз секілді сабырлы келін болғым келеді деген Мөлдір шын көңілмен. Бірақ уақыт өткен сайын екі келіннің арасы баяу суый бастады. Бұған себеп үй ішіндегі тәртіп пен ененің күтпеген мінезі. Бәтима ана бастапқыда Айданаға қалай мейірімді болса, енді Мөлдірге соны еселеп көрсететін болды. Бұл Айдананың жүрегіне кішкентай тікенек секілді қадала берді. Мысалы, бірде Айдана күн ұзақ аула сыпырып, нан жауып, шай дайындап отырғанда Бәтима ана кіріп келіп. Мөлдір-ау, ана шелпегің керемет болыпты ғой. Нағыз наубайханадан шыққандай деді де, Айданаға қарап, сен де үйрене бер, қызым. Жас келінде болса пысық екен деп қалды. Айдана үндемеді. Шай ішіп отырып ішінен өзін сабырға шақырды. Бірақ дәл сол сәтте көңіліне ауыр салмақ түскенін өзі де білді. Айдана мен Мөлдір бір үйдің түтінін түтеткенімен мінездері екі түрлі. Айдана сабырлы, көп сөйлемейді. Жұмысты үндемей тындырады. Мөлдір ширақ, ергезек, бірақ еркелеу. Енесіне де еркін сөйлейді. Бәтима ана бастапқыда таңырқап жүргенімен, кейін Мөлдірдің еркелігін кішкентай қызым секілдіді деп қабылдай бастады. Ал бұл Айданаға тіпті ауыр тиді. Өйткені ол келінді қызметті мінсіз атқарып жүрсе де, енесінің бір кездері айтатын мақтау сөздері сирей түсті. Орынды босатқандай. Сол күндері Айдана түнде көп ойланып жататын болды. Күйеуі Нұрлан жұмыстан шаршап келіп көп сөйлеспей. Айдана оған шағымданғысы да келмейтін. Бірақ іштегі түйткілді кіммен бөлісерін білмей, ұйқысыздыққа ұрына бастады. Бір күні таңертең енесі таңғы шай үстінде. Кешке мал қораны тазаламағансыңдар. Айдана, сен жауаптысың ғой, үлкен келінсің деді. Ал шын мәнде сол түні Айдана Арманның өтінішімен ауылдағы тойға кеткен Мөлдірдің орнына қораны жалғыз өзі тазалаған еді. Ол үндемеді. Өзін ақтаған жоқ. Тек көзінің ұшында бір тамшы жас жылт етіп барып, ішке сіңіп кетті. Жаз өтіп күз жетті. Ауылдың тірлігі күзде қыза түседі. Мал қамы, шөп жинау, отын кіргізу, күзгі той томалақ, бәріне қатысу келіндердің мойнында. Екі келін де қарап жатқан жоқ. Бірақ осы кезден бастап бір үйдегі тыныштықтың беті қырыла бастады. Бір күні үлкен үйге ауыл әкімі келетін болды. Қасым ақсақал ауылдағы абыройлы адам, беделді қариялардың бірі.
Екі келін де жаны ұшырып дайындалды. Айдана ет асуға кірісті, Мөлдір дастарханды безендіріп, бәліш пісірді. Кешкісін әкім мен оның әйелі келді. Бәтима ана келіндерін мақтап отырғанда, мына бәлішті Мөлдірім өзі пісірді. Қолынан бал тамады. Кішкентай болса да, шаруаның майын біледі деді. Айдана жымиып қойды. Өзінің әзірлеген сары етін ешкім ауызға алған жоқ. Бұл сөздер көрінбей тіккен шеңбердей іштей тарта берді. Келесі күні Мөлдірмен шай үстінде әңгіме шықты. Кешегідей бәлішің шынымен жақсы болды. Бірақ енеметті ауызға алмады деді Айдана. Оны енді өзіңіз білесіз ғой, әке. Мен де ет асуға болар едім, бірақ сіз үлкенсіз. Жамандық жоқ қой, деді Мөлдір жайбарақат. Жоға. Тек айтып жатырмын деді де Айдана ішіне тағы бір сыза түскенін сезді. Бірнеше аптадан соң тағы бір жағдай болды. Қасым қарияның туған інісі қайтыс болып, үйге алыс жақыннан туыстар жиналды. Дайындық басталды. Айдана бір апта бұрыннан бастап етке тапсырыс беріп, қонақтар тізімін жасап, енесімен кеңесіп жүрді. Ал Мөлдір осы кезде сырқаттанып қалып, 1-2 күн көмектесе алмады. Бірақ 3 күннен соң үйге туыстар тола бастағанда, ол аяқасты бой жазып, қайынсіңлілерімен бірге дастархан басына шықты. Сол күні Бәтима ана шай үстінде. Бүгін Мөлдір қызым бәрін жүгіріп жүріп реттеді. Қыз баланың пысығы болу керек. Айдана сен де қасыңдағыларды жұмылдырып үйретіп жүр. Бәрін өзің істей берме деді. Айдана осы сәтте шымбайына қатты батқаны соншалық, ұстаған қолы дір ете қалды. Өзін ақтағысы келді, бірақ келіндік мінез үндемеуді үйреткен. Түнде күйеуі Нұрланға іштегі шерін айтты. Сен анаңа айтшы. Барлық жұмысты мен істеп жүрмін. Бірақ бағаланбай қалдым. Мөлдірдің әр қадамын мақтап, менің еңбегімді көрмей қалды. Нұрлан бірден тұнжырады. Мөлдір бала сияқты. Ерке, сен ересексің, сабырлысың. Соған қарап анам сені қатты ұстайды. Болды, елең етпе. Анама қарсы сөйлеме, жарай ма? Айдана жыламауға тырысып басын изеді. Бірақ оның ішіндегі әділетсіздік сезімі күннен күнге ұлғая берді. Мөлдірде бұл өзгерісті сезетін. Бірақ ол өз рөлін жете түсіне алмады. Оның өмірге көзқарасы маған жайлылық керек дегенге жақын. Бір күні енесімен шай ішіп отырғанда, Айдана әпкем қатты өзгеріп кетті. Баяғыдай күліп сөйлемейді деді. Бәтима ана басын изеп. Ол көп ішіне бүгіп жүретін қыз. Бірақ сен одан үйрен. Қызғанышты ішке сақтама. Өмірде бәрі әділетті бола бермейді деді. Осы сәттен бастап екі келін арасындағы мұз қалыңдай берді. Бұрын бірге шай ішетін, күліп сөйлесетін екі жас келін енді шайды екі түрлі бөлмеде ішетін болды. Ас үй бәсекенің алаңына айналды. Біреуі таңертең тұрып еден жуып қойса, екіншісі келіп қайта сүртетін. Шайдан соң ыдыс жууда да жарыс. Тіпті дастарханды сәндеу, құрт ілу, қонақтарға кесені толтыра құю да бір-біріне үнсіз жауап секілді. Бір күні екеуі қора жақта сиыр сауып жүргенде дау туды. Сүт шелегі төгіліп, бірін-бірі кінәлай бастады. Айдана, мен тазалап қойған шелекті сен аударып тастадың. Енді мені енеме жамандайсың ғой деді. Мөлдірде қарап қалмады. Өзің мазасысың. Күнде ренжіп, қабағыңнан қар жауып жүреді. Соны байқамайсың ба? Бұл екеуінің алғашқы ашық жанжалы еді. Бірақ дауыс көтерген жоқ, өйткені екеуі де келіндік шекпеннен аса алмайтын. Сол күні кешке үй ішіне ауыр үнсіздік орнады. Келесі күндері үйдің ішін үнсіздік жайлады. Айдана мен Мөлдір бұрынғыдай бірге шай ішпек түгілі, көзге тіке қараспайтын халге жетті. Екеуі де бір-бірінен бұрын, енелерінің көзқарасынан қорқатын. Бірінің қатесі екіншісінің артықшылығына айналып, енесінің жүріс-тұрысынан артықшылығы айқын сезілетін. Бәтима ана бәрін сезіп отырды. Екеуінің арасындағы салқындықты көріп тұрса да, бәрін уақыт реттейді деген оймен араласпауға тырысты. Бірақ бұл үнсіздік отты тұншықтырғандай еді, беті тыныш, іші лаулап жатыр. Күздің соңғы айы еді. Үйге тағы бір үлкен тойдың дайындығы басталды, қайын ағаның қыз ұзатуы. Үлкен жиын. Ағайын туыс түгел шақырылады. Тағы да жауапкершілік екі келінге түсті. Бірақ бұл жолы бәрі қиын болды. Өйткені арада ниет жоқ, түсіністік жоқ.
Дайындық күні Айдана мен Мөлдір бір табақ етті сәндеп отырды. Айдана етті туралап, жайғастырып жатқанда Мөлдір үстіне көк, қызыл көкөністерді шашып, әшекейлемек болды. Бірақ қызанақ сөлін көп құйып жіберіп, еттің беті былғанып қалды. «Не істеп жатырсың?» деді Айдана дауысын зорға тежеп. «Әдемілеуге тырысып едім». «Сен өзі менен неге бәрін қызғанасың?» деп Мөлдір қарсы сөйледі. Осы сәтте екеуінің арасындағы бұғып жатқан ашу атылып шықты. Бір-біріне кекесінді сөздер, өкпе наз, бұрынғы естеліктердің барлығы лақ етіп сыртқа төгілді. Үйдің ішін алғаш рет әйелдер дауысы жарып жіберді. Бұл дауға енесі кіріп келді. «Тоқтатыңдар. Екеуің де келінсіңдер. Бір үйде отырып бір-біріңді түсіне алмасаңдар, сендердің кім болғандарың?» деді Бәтима ана ашуға булығып. «Шеше, мен үндемей келем. Бірақ мені күнде кінәлайды. Келіннің үлкені болғаным күнәм секілдіді» деді Айдана көзіне жас алып. «Мені де кемсітеді. Қандай іс қылсам да бәрін Айдана әпкем жақсы көреді деп, бәріне сендерді ғана мақтайды деп мені кінәлайды» деді Мөлдір де ерні дірілдеп. Осы сәтте Қасым қария екеуін де шақырып алды. «Біз сендерді бір табақтан дәм татқан қызымыз деп қабылдадық. Бұл үйге бәсеке үшін келдіңдер ме, әлде түтін түтетем деп пе едіңдер?» деді. Жас келіндер үнсіз. Екеуінің де жанары төмен. Бірақ екеуі де алғаш рет өздерінде бір-бірінде түсіне бастағандай болды. Той өтті. Бірақ сол түнгі айқайдан кейін үй ішіндегі суық тыныштық өзгеше болды. Екеуі бұрынғыдай бәсекелеспеді. Бірақ жақындасып та кетпеді. Бірін-бірі сырттай бақылап, түсінісуге тырысып жүрді. Айдана бір күні кеште самауырын қоя тұрып Мөлдірге: «Мен саған өкпелегенім рас. Бірақ бәрін сен емес, енем арқылы өлшеппін. Қанша еңбегімді көрмей қалса да, өзімді жоғалтпауым керек еді» деді. Мөлдір де басын изеді. «Мен де еркелікпен жүріп тым асыра сілтеппін. Сізден үйренерім көп. Бірақ менің де ренжіген тұстарым болды». Бұл бірінші рет айтылған ашық кешірім сөздері еді. Бөлімнің соңында Бәтима ана ұйықтар алдында Қасым ақсақалға: «Келіндеріміздің екеуі де жақсы. Тек біз өзімізде оларды бір-біріне қарсы қойыппыз ау шамасы. Мейірімділікті бөліп бергендей болдық. Қайсысын мақтасақ, екіншісінің көңілінде шет қалу сезімі қалды». Қасым қария күрсінді. «Ең бастысы, олар әлі жас. Түсінеді, енді тек кеш қалмай жүректеріндегі қатпарын ашып, бірге білсе болды» деді. Бір үй, бір табақ, екі келін. Бұл әлі бастамасы еді. Қыс түсіп, ауылда ақ ұлпа қар жапты. Жолдарды боран басып қалса да, үлкен үйдің пешінен түтін шығып, тіршіліктің үзілмегенін білдіріп тұратын. Сол түтіннің астында тіршілік өз ырғағымен жүріп жатты. Күнделікті тұрмыс, от жағу, мал қамау, қора тазалау, таңғы шай, кір жуу, ет асу бір сәтке де тоқтаған емес. Бұл үйдің екі келіні енді сырттай сабырлы, іштей сақ, салқын қарым-қатынасты нормаға айналдырғандай еді. Айдана таңертең ерте тұрып, пешке от жағып жатқан. Мөлдір де оянып, сүт жылытып жүр. Екеуі сөз алмаспайды. Бәрі үндеместен жүріп жатыр. Жылдар бойы қалыптасқан тәртіптің ішінде сөздің қажеті шамалы секілді. «Шайға не қоямыз?» деді Мөлдір сүтті қара шәйнекке құйып жатып. «Құрт бар. Бал да қалды» деді Айдана құрғақ жауаппен. Екеуі де өзара ренжулі емес, бірақ араларындағы салқындықты бұзатын себепте ынтада тапшы. Ал Бәтима ана бұл үнсіздікті жақсы тәртіп деп қабылдады. «Екі келінім де тату. Бір-біріне дауыс көтеріп көрген емес» деп мақтап отыратын кейде көрші көлемге. Ал шындық екі түрлі мүдде, екі түрлі көзқарас, екі түрлі ішкі күрес. Оны тек әйел жүрегі ғана сезеді. Қыстың бір кешінде ауылда үлкен жиын болды. Мектепке жаңа директор келіп, ұстаздарды, ата-аналарды таныстыратын жиын. Қасым ақсақал мен Бәтима ана бара алмады, есесіне Арман мен Нұрлан баруы тиіс болды. Бірақ сол күні Нұрлан жұмыстан кешігіп келді. Кешкі асты Айдана ерте дайындап қойған. Күйеуі ашуланып келді. «Неғып кешігіп келдің?» «Жиын басталып кетті» деді Айдана. «Жұмыс деген жұмыс қой. Күнде дайындала алмаймын» деді Нұрлан шаршап. Осы кезде Арман мен Мөлдір жиналып дайын тұрды. «Біз шығайық, үлкен аға болмаған соң сөз тиюі мүмкін» деді Арман.
Сол кеште жиыннан кейін ауыл адамдары Мөлдірдің шапшаңдығын, сөз тапқыштығын айтып мақтады. Бұл әңгіме ертеңінде Бәтима ананың құлағына жетті. Мөлдірімнің аузы дуалы екен ғой. Келін ғана емес, керек болса ауылдың белсендісі болайын деп тұр деді. Бұл сөз Айдананың жанына тағы батты. Өзі жайсаң, ұяң, сырт көзге көріне бермейтін еңбегі көп келіне. Бірақ ол да бұл үйдің тіршілігін 3 жылдан бері тіреп келе жатқан тұлға еді. Сол еңбегі елеске айналып Мөлдірдің жарқырауы оның ішіндегі өз-өзін бағалауды мүжіп жатты. Келесі күні Айдана ауыл дүкенінен келе жатып көрші апаймен жолықты. «Әй, Айдана-ау, Мөлдір келіннің керемет екен. Кеше әкімнің алдында сөйлеп, бәрін сүйсіндіріп тастапты. Өзі сондай сөзшең, ашық. Ал сен үндемейсің ғой, қарағым. Кейде сөйлеуде өнер» деді. Айдана күлімсіреп жауап берді. «Иә, Мөлдір пысық қыз. Бірақ бұл сөз жүрекке шоқтастады. Мен үнсізбін, демек көрінбеймін. Ал көрінбеген еңбектің қадірі болмай ма деген ой қайта-қайта мазалай берді. Сол аптада үлкен оқиға болды. Қасым ақсақал қатты ауырып, ауруханаға түсті. Үй ішін үрей биледі. Бәтима ана көз жасын көрсетпеуге тырысқанымен алаңдап жүрді. Екі келін де өздерінше қамданып, үй тірлігін, малын, шаруасын қолдарынан келгенше алып кетті. Сол түні Бәтима ана Айдананы оңаша шақырып алды. «Қызым, сен осы үйдің тірегі болдың. Арман мен Мөлдір әлі жас, бала сияқты. Сен болмасаң, бәрі шашылып қалар еді. Кешегі ашуыма да кешір. Кейде өзіңе көп артам, содан сенің де ренжіп жүргеніңді білем» деді. Бұл алғаш рет айтылған шынайы мойындау еді. Айдана жылап жіберді. Көп жылдар бойы ішке жиналған салмақ бұл мойындаумен сәлде болса жеңілдегендей болды. Кейіннен Қасым ақсақал жазылып, үйге оралды. Бірақ осы оқиға үй ішіндегі қарым-қатынасқа жаңа леп алып келді. Айдана мен Мөлдір енді бір-біріне сәл ашық қарай бастады. Қарым-қатынас суық қалпында қалғанымен, үнсіздік ішінде түсіністік пайда бола бастағандай. Келесі күні Айдана таңғы шай үстінде. Қайнаған қазандай болдық. Беті тыныш, ішкісі бұрқ-сар. Екеумізге де оңай емес. Бірақ өзімізде күреспесек, бұл үйде тату тіршілік болмайды деді. Мөлдір жымиып, шай үстінде от шығармасақ болғаны, апке деді. Бұл аз болса да жылылықтың белгісі. Бірақ алда бәрібір ауыр сынақтар күтіп тұрған болатын. Қыс өтіп көктем келді. Бірақ үй ішіндегі жағдай әлі де көктемдей жылымаған. Айдана мен Мөлдірдің арасында жылт еткен түсіністік оты қайта суып үлгерген. Күнделікті тірлік, ұсақтау, назардың бөлінуі, ененің бейтарап мінезі, бәрі келіндердің арасындағы көрінбейтін қақ жарасын тереңдете берді. Бір күні Бәтима ана Айдананы оңаша шақырып алды. «Қызым, Арман мен Мөлдір бөлек шығып, қала жаққа жұмыс істеп барып келмек. Аз кем ақша жинап алсын. Осы үйде сендерге де оңай емес» деді. Айдана елең ете қалды. «Қалай? Олар бөлек кетеді ме?» «Иә, Арман өзі айтып отыр. Мөлдір де келісіпті. Қалада уақытша жалдап тұрады екен». Айдана бір түрлі күй кешті. Бұл жаңалық бір жағынан тыныштықтың, бір жағынан әлде бір жапырақтың үзіліп кеткендей күй болды. Түнімен көз ілмей шықты. Олардың кеткенін қалады ма, қаламады ма, соны өзі де түсінбей жатты. Кетер күні Мөлдір Айданамен оңаша отырып, «Апке, сізге рахмет. Маған көп нәрсе үйреттіңіз. Мүмкін осы үйде екеуміз сыйыса алмадық. Бірақ мен сізге ренжулі емеспін» деді. Айдана оның көзіне тік қарап, «Мен де саған қатты сөйлемедім. Бірақ үндемей жүріп, ренішті ішке жия берген шығармын. Бақытты бол, сіңлім» деді. Мөлдір мен Арман сол күні түстен кейін жолға шықты. Үй іші бір сәт босап қалғандай болды. Айдана жалғыз келін атанды. Бірақ дәл сол кезде өмір тағы да жаңа сынақ дайындап тұрған еді. Көп ұзамай Айдананың жүкті екені белгілі болды. Бұл жаңалық Бәтима ананы қуантты. Қасым қарияда дастарханда бата беріп, «Алла тіл көзден сақтасын. Ұрпақ ұлттың жалғасы. Ұлды болсын», деді. Күндер жылжып, Айдананың іші білініп, жүруі ауырлай бастады. Бірақ шаруадан жеңілдік болмады. Күнде таңертең сиыр сауып, от жағып, кір жуып жүрді. Мөлдір кеткен соң барлық жүк жалғыз өзіне түсті.
бір күні қатты шаршағаннан талып қала жаздады. Бәтима ана жүгіріп келіп, басын сүйеді. Қызым-ау, неге айтпайсың? Тынығып жүрсейші. Жоқ, ана, үйдің шаруасы бітіп болмайды ғой. Шаруа бір күн кешіксе, ештеңе етпейді. Сен аман бол. Бұл сөздер Айдананың жанын жылытты. Бәлкім, алғаш рет енесі оны келін емес, өз баласындай көріп тұрғандай сезілді. Күзде дүниеге қыз бала келді. Есімін Айсұлу қойды. Үй ішін шаттық жайлады. Бірақ босанғаннан кейінгі алғашқы айлар әйелдің ең нәзік шағы. Айдана осы кезде күйеуінен жылы сөзде, қолдауда азайғанын сезді. Нұрлан жұмысынан кешіп келетінді шығарды, қызымен ойнауға да зауқы соқпай жүрді. Бірде Айдана: сен бұрынғыдай емесің. Қызымыз дүниеге келгенде қуанып едің. Қазір тым салқындап кеттің. Қыз туды деп атанам да кекетті. Ол тумадың деді. Өзімде қысылып жүрмін деді Нұрлан ашулы үнмен. Бұл сөз Айдана үшін жерге түскен найзадай еді. Ана болу ең үлкен ерлік. Ал бұл ерліктің бағаланбауы жанына батты. Көп түндерді ол жылап өткізетін болды. Бір күні мөлдір қайтып келді. Жүдеп кеткен, бірақ жүзі ашық. Арман екеуі қалада жұмыссыз қалып, ауылға қайта оралған. Қаланың қызығы көп екен, бірақ жылуы аз. Ауыл бәрібір жүрекке жақын деді. Айдана мен мөлдір тағы да бір шаңырақ астында. Бірақ бұл жолы бәрі өзгеше. Екеуі енді бұрынғыдай емес. Өмірден соққы жеген, сабыр тапқан, ішкі даналықпен өскен әйелдер. Көктем шықты. Күн жылынғанымен үй ішіндегі салқындық әлі де сезілетін. Айдана жаңа туған қызымен айналысып жүр. Уақыттың бәрі бала мен шаруаның ортасында. Мөлдір мен Арман да қаладағы қиындықтардан соң ауылға қайтып оралды. Бірақ олардың көңіл күйі жүдеп оралған жұпқа тән. Арман жұмыссыз, мөлдір болашағына сенімсіз. Бір үйде 4 ересек адам. Бірақ ортақ тіл жоқ. Бәтима ана бұрынғыдай екеуін жарыстырып отырмағанымен, енді екі келінге де көңіл айтпайтын, үндемейтін, әрі-сәрі күйге түскен. Ол да шаршады. Уақыт оны сабырға үйреткенмен, кейде өзі де ақиқаттан адасқандай күй кешетін. Бір күні үйде жарық сөніп қалды. Кешкі шай қараңғыда ішілді. Айдана қолшамен қызын ұйықтатып, ас үйді тазалап жүр. Мөлдір болса терезе алдында үнсіз отырған. Арман сыртта, Нұрлан жұмыстан келмеген. Кенет мөлдір бұзылған жарық шамды Айдананың жанына тастап: мынаны күйеуіңіз келгесін айтсаңыз. Арман ондай нәрсені істемейді деді салқын үнмен. Айдана жымиды. Нұрлан да істемейді. Шамды өзім ауыстырып жүрмін деді. Күйеулері бар, бірақ бәрін келіндер істейді деді мөлдір кекесінмен. Бұл сөйлем екі әйелдің жүрегінде де шындықтың балғасын ұрғандай болды. Екеуі де бір сәт үнсіз қалды. Өйткені рас еді. Олар бір үйде жүріп, өздерін жалғыз сезінетін. Ер адамдар сыртта, тыныштықта. Ал үй іші шайқас алаңы. Әрбір түскі ас, әр кешкі шай, ішкі шыдамның сынағы еді. Келесі күні Айдана қызын көтеріп, ауылдағы медпунктке барды. Дәрігер: шаршап жүрсіз. Қан қысымыңыз төмен. Шаруа азаймаса, өзіңіз де шалдығасыз деді. Үйге қайтып келе жатып, Айдана ойға шомды. Мен кіммін бұл үйде? Келін бе, ана ма, әлде жай ғана жұмысшы ма? Үйге келсе, мөлдір жалғыз отыр екен. Ас үйде шай қойып жатыр. Айданаға көз қиығын салды да: бала ауырмаған шығар. Жоқ, мен ауырып жүрмін деді Айдана бірден. Көрініп тұр. Сенің көзіңде от қалмапты. Мен қалаға кетіп, жұмыс істеп жүргенде ішім күйді. Бірақ сенің мұнда жүріп ақ шаршағаның маған қарағанда ауыр сияқты деді мөлдір біртүрлі жылулықпен. Бұл бұрынғы қарсылас әйелдердің арасында алғаш рет пайда болған жанашырлық еді. Сол түні Айдана Нұрланға ашық сөйледі. Мен жалғызбын. Қасымда сен тұрсың, бірақ мені естімейсің. Күні бойы адам секілді сөйлесетін ешкімім жоқ. Енем үнсіз, келінім езуімен күледі. Ал сен түнде үндемей келіп, үндемей кетесің. Нұрлан алғаш рет сескенді. Айдана бұлай бұрын сөйлеген емес. Ол үндемей тұрып қалды. Жауап берген жоқ. Бірақ таңертең алғаш рет қызын өзі оятып киіндіріп, Айданаға шай құйып берді.
Бұл жауапсыз сөздің әрекетпен келуі еді. Бірнеше аптадан соң үй ішінде бір жаңалық тарады. Мөлдір жұмыс тауыпты. Ауыл мектебіне көмекші қызметке кірмек. Өзіме де бір тіршілік керек. Келін болып жүріп, өзімді ұмытып бара жатыр екенмін, деді ол. Бұл сөзді естігенде Айдана да ойланып қалды. Мені де енді әйел ретінде бағалайтын уақыт жеткен шығар деп. Бәтима ана келіндерге қарап отырып: сендер екеуің де үйреніпсіңдер. Бұрын бірі тым нәзік, бірі тым ерке. Енді екеуің де әйел болып қалыптастыпсыңдар. Шүкір, бірақ бір нәрсені ұмытпаңдар, әйелдің күші үндемей жылап жүргенінде емес, өз тағдырын өзі жасап алғанында. Мен сендерге ана ретінде емес, әйел ретінде ақ жол тілеймін, деді. Айдана мен Мөлдір алғаш рет бір-біріне қарады да үнсіз бас изесті. Бұл бұрынғы түсініспеушіліктің орнына келген қабылдау еді. Күз, жапырақтар сарғайып, сыбдырмен жерге қонып жатыр. Аспанда салқын бұлттар, желдің лебі бетке тік соғып, жанды сергітеді. Ақжар ауылы жаздағы дабырдан кейін баяу қалпына түскендей. Үлкен үй. Екі келін. Бұрынғыда емес, айқайда жоқ, жарысуда жоқ. Бірақ бұрынғы бәсекенің орнында біртүрлі сабыр пайда болған. Келіндер көп сөйлемейді. Бірақ әр қимылдары бір-біріне айтылмаған, бірақ сезілетін риясыз қамқорлыққа толы. Таңғы шайға Айдана ас үйге ерте тұрып кірсе, Мөлдір де үнсіз көмектесуге кіріседі. Тіпті шай демдеп отырып: кешегі құртты өзіңіз істедіңіз бе? Дәмі бұрынғысынан өзгеше бопты, деп жымия сұрайды. Айдана алғашында жауап бермей тұрып, сосын: жаңа рецепт тауып едім. Бір жерін өзгертіп көргем, дейді. Қысқа, бірақ жылы сөз. Бұл екі келіннің бір-бірін түсіне бастағанның белгісі. Бір кезде бір табақтан дәм татып, бірақ бір-біріне қас-қабағын түйіп жүрген екі әйел енді бір-біріне ашуланудан гөрі жаны ашып қарай бастаған. Айдана осы күзде ішкі тыныштыққа алғаш рет жеткендей болды. Қызы Айсұлудың әр күлкісі, әр қадамы оның өмірінің қайта түлеуіне себеп. Бұрын өзін тек келін ретінде ғана сезінсе, енді ана, әйел, тіпті тұлға екенін түйсіне бастаған. Мен бәрін дөңгелетіп әкетуге міндетті емеспін. Кейде тек тыныс алуда ерлік деп ойлайтын болды соңғы кезде. Мөлдір де өзгерді. Ол ауыл мектебінде жұмыс істей бастады. Таңертең өз ісіне асығып, кешкісін өз орнын тапқан адамдай үйге оралады. Еркелік орнын байсалдылық қалмастырған. Бір күні ол Айданамен отырып: апке, бұрын сізге қарап өзімді әлсіз сезінетімін. Енді түсіндім. Сіз күшті болуға мәжбүр болдыңыз. Мен әлсіз болуға рұқсат берілген адам едім. Бірақ енді мен де өзімді басқара білгім келеді, деді. Айдана оған байсалды қарап: мені күшті еткен әлсіз кездерім. Бірақ соны көрсетпеу үйретілген. Сен екеумізде енді өз өміріміздің иесі болуға жақындадық, деді. Бұл сөздер олардың бұрынғы қарым-қатынасына сызат емес, көпір салғандай еді. Бәтима ана бұл өзгерісті сырттай бақылап жүр. Бір күні Қасым қарияға қарап: бұлар үндемей жүріп-ақ өсіпті. Біз сөйлемей-ақ сынап келдік. Бірақ қазір олардың көзінен мен сені түсінем деген тыныш жарық көрінеді, деді. Қария жымиып: түсіністік айқаймен емес, үнсіздіктен пайда болады, деді. Осылайша үй ішіндегі бұрынғы күйзеліс жайлап шегініп, орнына сабыр, сыйластық, риясыздық келіп жайғаса бастады. Әлі де тіршілік қиын, әлі де бәрі мінсіз емес. Бірақ екі әйел енді өмірмен күреспейді, оны қабылдауды үйреніп келеді. Бұл нағыз өзгеріс еді.